Народныйдан кредит алатын кезде міндетті түрде анализ жасап көріңіз. Мен бүгін көріп, сіздермен бөлісіп жатырмын. 3 миллион кредит суммасын қойдым, және де страховая компания Халық Лайфты таңдаған кезде менен 120 мың теңге страховка ұстайтынын айтты. Егер мен страховкасыз алатын болсам, 3 миллионды 12 айда 296 мың теңгемен өтейді екенмін. Бірақ егер страховканы таңдайтын болсам, именно Халық Лайфтан, онда менен 120 мың теңге кредиттің суммасынан ұстап қалады да, ай сайынғы төлемі 280 мыңға түсіп тұр. Ал сол жерде сізде тағы да таңдау бар. Егер де сіз Европалық сақтандыру компаниясын таңдайтын болсаңыз, ол жерде страховка 132 мың теңге, төлейтін суммасы сол 280 мың айына. Ол жерде сіз қалай ұтасыз? Сіз Халық Лайфты таңдайтын болсаңыз, офисына барып арыз жазуыңыз керек болады, және де ол жерде 10% ұстап қалады. Яғни 120 мыңнан 12 мың теңге ұстағанда 108 мың қайтара аласыз. Ал егер де Европеан компаниясынан алатын болсаңыз таңдап, онда сіз 132 мыңды толық қайтара аласыз, және де 3 жұмыс күнінде онлайн. Сондықтан енді кредит алайын деп жатқан болсаңыз, Европалық сақтандыру компаниясын таңдап алыңыз, және де оңай әрі ұтымды түрде страховкасын қайтарып ала аласыз. Страховканы таңдамасаңыз немесе комиссияны таңдайтын болсаңыз, онда сіз ұтыласыз.